Ассалаумағалейкум қазақ елі, екі телеарнасының тұрақты көрермендері. Уәде Құдай сөзі. Алда мен уәде бергем. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге тырысам деп. Бір кісі кеше мынаның жасын, бағасын айтыпсыз, қанша килограмм күніге жейді, қанша айына жейді. Соны айтпапсыз деп. Мысалы, мына бұзау енді сынаққа. Таңжарық стил деген негізі қазақ стил деп қояйын деген. Сұраққа жауап бермес бұрын. Қазақ стил деп қойсам, мен Қытайдан келген қазақ болғандығы себепті бір бөлім адамдар онда кері пікір жазады. Сен барлық қазақ үйтпейді, бізде қазақпыз, біз үйтіп байламаймыз. Сен қайдағы бірдеңені қойып қазақтың атына дақ келтірдің, Қытай бірдеңе деп кері пікір қаптайды. Пока Таңжарық стил дей тұрам, бұйыртса бұл даму барысында. Қазір біз оңды солды пікірлерді қабылдаймыз, және сынап көреміз. Айтайын деген мына бұзаулы сиырды 360 мыңға сынақ қалдым. Кейбіреулер бұзаулы сиыр жақсы, еркек бұзаумен деді. Сол үшін сынақта тұр. Бұның килограммы айтылмайды, яғни бұқаға қосылмайды. Мынау өз бұзауым. Сауын сиырдың баласы, енесін саудым, өзі жанында емін-еркін жүрді. Күндіз бірге жүреді, түнде бөліп қоямды, таңертең бір уақыт сауып алып жүрдім. Бұл да сынақ. Міне бұқа мынаған келдік. Мен көбінде бұқаны апқаты, төс өлшемі, тірі салмақ 200-ге тартатын таяған бұқаларды алам. Мынау қазір 200-ге таяп тұр. Бұны алғаныма 2,5 ай болды. 2,5 айдың алда бұл кішкене болды. Бірақ бұның иесі жағдай айтты, қатты керек болып еді, осындай. Осы бұқаны алшы, басқа сатушының бәріне көрсетсем алмайым, болмаса қайдағы бағаны айтты дегесің. Енді мақсатқа келсек, бұл тірі салмағы 200 болса, халықаралық стандарт 50 кг-ға 1 кг жем жейді. Бұл бұқа алғашқы айында күніге кіренгенде 4 кг жейді. 4 килограммыңыз 80 теңгеден 320 теңге. Оны драйблден өткізем, оның еңбегі қосылады 350 теңге. Сабан жейді 17 басына бір түк сабан 300 теңге үйім әкеп берген. Оны бөлсеңіз 200 теңге. Еңбегімен көп деп 400 теңге қосып қояйын. Болмаса еңбегімен 500 деп қояйын. Бірінші айында 15 мың теңге еңбек жем шөбі. Суы бар, төгі бар. Жейді. Содан бұл жеп отырып 400 кг тірі салмақ шыққанда базарға шығады. 400 кг тірі салмаққа шыққанда 50% бергенде де бұйырса 200 кг шығадау деп апарам. Менің көбінде 52-53%, ең алдыңғы бұқам менің 61% берді. 400 кг салмақпен 212 кг ба сондай берді. Мысалы. Сол кезде ол әрең 8 кг жейді. Ол кезде 8 жерде 8-іңіздің 64, жаңағы сабан еңбегімен қоссаңыз 7, 30-ға көбейтсеңіз 21 мың. Менің айтайын дегенім, менің бұқам сонда кіргеннен шыққанша 100 мың теңге жейді. Басқа айында 15 мың, соңғы айында 22-23 мың, барлығын қосып кеп жүргенде 5 ай тұрады. Өйткені мына секілді кішкенелер 7-8 айға кетеді. Мына секілді ірілер кіргенде 4 кг жемейді, бұлар кіргенде 5-6 кг жейді, бұл 3-4 ай тұрады. Бұл 200 мың қалынған, 190 мың қалынған. Сонда менің осы жолға шыққалы тұрған 10 бұқам бағалары әрқалай 175-тен 200 арасында. Сонда 7 ай тұрғанда ең көп тұрған бұқа мұнау. 175 мың қалған, бұның төс өлшемі 133 болған. Мен негізі көбінде 140 алам. 140 жаңағы тірі салмағы 200 болады. Бұлардың ақшасы өз басымен қосқанда 300 мың болып тұр. Сонда 10 бұқан бұйыртса Алла қаласа 3 миллион. Енді жұма күні аманшылық болып, Алла қалап апарылып, сойылып, есебін жасасақ, жалпы ақша қанша болды, әр бұқаға шаққанда қанша болды, сол шығады. Бүгін жаңбыр, түнімен де жаңбыр, іші ала көлеңке, дұрыс көрінбеді. Енді тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, бұйырса жауап беремін. Сонда менде ортақ есеппен жаңағы бұқа айына 20 мың жейді, 5 айда бұқа шығады деп есептеймін. Кейбіреу 6-7 ай, кейбіреу 3-4 ай. Сол, общем. Менде бір бұқаның кіргеннен шыққанша 300 мың деген расчет бар. Бұл бұқаны алсам соған туралап аламын. 200
20 мың, 230 мыңдық бұқаларды алам. Олар 200-ге таяп тұрған бұқа деген сөз. Сол жаңағы 300 мыңға дейінгі 50 мыңдық жемін жейді, жемін жегеннен шығады. Оны тірі салмағы сол кезде бұйыртса ертерек 400-ге жетіп қояды. Кішкенелерді алам. Олар 6-7 ай тұрады, бірақ алғашқы айында жаңағы 11, 12 мың, 15 мың жеп тұрады. Соңғы айында 22-23 жейді, ортаққа сындырып келіп бергенде бәрібір 5 ай. Сонда маған тиімдісі мына секілді рирек бұқалар. Сіз байласаңыз да осы рирек бұқа байлағаныңыз. Мына секілдерді аласың, ауылың өзіңдікі, танысың болғаннан кейін сен бәрібір бұқа байлап жүрсің ғой, бауырым, ақша керек болып тұр. Не қарыз бер, не малымды алшы дейді. Сосын қарыз бер, бірін жерің болғанша дейінде бір 10-20 мың көмегін жасап, 10-20 мың жоғары баға алам. Сосын малдың да өзіндік несі болады, зекеті болады. Сол зекеті ретінде кете береді. Әр жұма күндері қолымнан келгенше кейбір кісілерге әне жерде дірәбілкім бар, тегін жем жарып берем. Суаркі, балгаркім бар, үйіне барып тегін жұмыс жасап берем. Әр жұма сайын мені шақырып түсінгендерді. Сосын мынау менде Каспий Голдта ақша үзілмейді. Ауыл тұрғындарына менде Каспий Голдтында ақша болса, ешқандай комиссиясыз бар ақшамды Каспийне аударып берем. Енді кейбір кісі наличка іздеп келсе, наличкасын Каспийге ауыстырып берем. Бұл бір ауыз сөзбен айтқанда ашық зекеті деп берсең, кейбір кісі ренжиді. Мен сонша төмен көрдісің ба, қайыршы көрдісің ба дейді. Соның үшін осындай жолдармен кісілерге енді кейбір кісілер ашықтан ашық моллаға апарып береді. Мен енді моллаға апарып беретіндей 40 сиырым жоқ. 40 сиырым болғанда, қарызсыз болғанда бір сиыр зекет қой. Менде саны 40-қа толып тұрған жоқ. Ұсақ түсек. Менің өзім елге қарыз беріп жүргенмен, менің аға бауырларымда да қарызы бар. Менің де қарызым бар. Соның үшін моллаға апарып, сүйреп апарып беретін бұқам жоқ. Бірақ кішігірім зекетін беріп қойсам, сіздер де сөйтіп беріп қойсаңыздар, бұйыртса мал жаныңыздың аман есен, жақсы семіріп жүруі, берекелі болуы, соның бәрі бірінші Алла тағаланың арқасы. Оны ешқашан ұмытпауыңыз керек. Соның үшін қайыр садақасын, зекетін сондай жолдармен жасырын және ашық түрде беріп тұрсаңыздар болады. Біреуге көмек жасайсыз, ақшасын бергісі келеді, жоқ алмайым дейсіз, болды. Ол үлкен сауап. Мендегі сол әзір тегін жұмыс жасайтын 1-2 мөшегі болса, кісілерге қолым тисе тегін жем жарып бере салам. 10 мөшек болса, әрине ақшасын алам. Оған чаң болам бір, екінші дірәбілкім тозады. Бірер мөшекке онда ит көтінен ин алмайым. Үйіне жаңа тағы бір кісінің келер алдыңғы жұма есігі түсік болған, қыстың іші сыртқы есік. Жаңа есігі әкелген, ауыстырып салуға иқуаты жоқ, өзінде суаркі жоқ, жалғызшылық. Сонымен шақырды, бауырым келіп ауыстырып бер деп. Болғаннан кейін ақша береді, алмадым. Мысалы, сол секілді көмектер жасауға болады. Кейбір кісілер кішігірім нәрсесін алып келеді, дәнекерлеп бере салшы деп, дәнекерлеп бере салам. Кесіп бере салшы дейді, кесіп бере салам. Болды. Осындай көмектер. Енді кейбір кісілер қатты қысылып 50 килограмм шықпайтын жемдерін алып келеді, кішірек, орта мөшек 45, 47, 48 шығатын. Содан кейін айтады, бауырым 4000 теңге керек еді. Енді біздің ауылда пока жемнің килограмм 80 ғой. 4000 теңге керек еді, 4000 теңге бере салшы дейді. Жарайды, ол өлшемейік қой, таразыға да салмайық қой. Енді таразы керек болса, менде 3 тонналық таразы және 400 килограмм таразы, 40 килограмм таразы, 3 түрлі таразым барды. Сосын сол таразыларым ел үшін тегін жұмыс жасайды. Бұқасын атын сүйрек бесе 3 тонналық таразының үстіне шығарып берем. Жемге, мал сойғанға 400 килограмм таразын алады. Қазір 400 килограмм таразы кейбір кісі зарядшыға отырды, заряд алмайды. Өйткені бірдеңені өлчейді, қосылған бет тұрады, өлчеп болғаннан кейін өшіргенді ұмытып кетеді, сонымен батареясы отырды. Қазір зарядчикті тығып қойып кәне істейсіз, зарядчик алдында болды өшеді. Өйткені уәде ол темір, қашанда темір тұрып тозғанша істетіліп тозсын да, темір тұрып тозып кетеді, тат басып істетілмей. Енді мен оған қалыпқа ренжімеймін, берген уәдем әзірде берем. Анау қашан отырып қалғанша, отырып қалса бұйыртса тағы бір 400 килограмм тараз алып қояды шығар. Болмаса анау басындағы батареясын ауыстырады шығар. Міне бұл менің ұраным. Әр қазағым бай болсын. Мақтанды десеңіздер, мақтанды деңіздер. Бірақ түсіндіруге тиістілерін түсіндіріп кеттім. Зекет
малдың берекесін кіргізеді. Оны ашық және осындай көмескі жолдары бар демексімін. Ал аман сау болыңыздар. Әлі күнге каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Көп сөйлеген болсам кешіріңіздер. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, оңды солды ойыңызға келген пікірлеріңізді жасырмай жазып қалыңыздар. Біз сонда гәне дамимыз. Даму барысы арқылы қазір мынаны сынап көрдім. Ана жақта 500 килограммдық бұқа бар. Оны сынаққа қойдым. Астына тақтайларын қисық үйқыш қып қойдым. Соның бар сынақтарын өткенде ең жақсыларын алып қап, ең жақсы нәтиже көрсеткен кезде бұл таңжарық стайл емес, қазақ стайлы болады бұйыртса. Әлемге қазақтың нағыз малшы, нағыз кәсіпкер, нағыз пысық ел екенін танытатын боламыз. Ол үшін сіз де біз де атсалысуымыз керек. Соның үшін бізге оңды солды пікірдің бәрі керек. Және қолдауларыңыз керек. Әсіресе көбінесе қолдауларыңыз ауадай қажет. Аман сау болыңыздар. Екі сиыр YouTube арнасының жетекшісі Таңжарық Шотайұлы. Телефон 8776806066.